бағынғысы келмейді. Қалай болмас? Қалай береміз? Не айтасың, Сардана? Елің үшін отқа түсіп, күйіп жүрсің, патшайым. Білемін, бар ойың сақ біткеннің басын біріктіріп ел ету. Алайда сақтардың басын біріктірмей бөлшектеп жүрген тайпа көсемдері ғой. Шыдайық, патшайым, шаршамайық. Ел болу мақсатымыздан танбайық. Иә, сенікі де дұрыс. Патшайым, Рүстем батыр келді. Кіруге Рүстем? Рүстемді осыдан 3 жыл бұрын алыс елдерге барлаушы етіп жіберген. Келген екен. Не айтады екен? Тыңдалық, кірсін. Армысың, падишам? Төрлет, Рүстем батыр. Аман есен оралдың ба еліне? Қай жерлерді көрдің? Айта отыр батырым. Я, падишам, мен көп ақпарат жинадым. Көп жерді көрдім, көп жерді араладым. Бірақ, падишам, осы елдердің бәрі бір патшаны жеңуге жарамады. Не дейсің? Түсінбедім. Кеңірек айтшы, Рүстем. Бас елінде Кирдиктің патша бар екен. Естуімше патшалардың патшасы дейді. Әскерінен жер қайысады. Маңайындағы елдер жаулап, енді бізді жауламақшы, падишам. Не істейміз? Сақ елі ешқашан жаулан қорқып көрмеген. Келсін кеш. Қанша әскері болса да көрейік. Ертеңге бар тайпа көсемдерін жинаңдар. Аттар мен сарбаздарды да дайындаңдар. Жоқ, патшайым. Асығыс шешім қабылдамаңыз. Бірден соғысқа ұмтылмағанымыз үшін. Қанша дегенмен, бұл бүтіндей бір елдің тағдыры. Одан да басқа жоспар құрайық. Сардана, сонда сен не сұмдың келіп отыр? Кеңірек айтшы. Елес кемпірді шақырайық. Қанша дегенмен, күртті көрген сәуегей ғой. Елес кемпір деймісің? Иә, әміршім. Шынымен де Елес кемпірді шақырғанымыз жөн болады. Сақшы! Шақырыңдар Елес кемпірді. Бүкіл сақ елінің көсемі әміріңе құлдық. Қандай талап тілек бар? Барлаудан Рүстем батыр келді. Парсы елінің патшасы Кир бізге соғыс дайындап жатыр екен. Соғыс жайын талдап жатырмыз. Қандай ой қосасың? Бүкіл сақ елінің тағдыры шешілмекші де. Падишам, елші жіберейік. Қан төгіспей-ақ өзара келісім жасасып көрейік. Иә, әміршім. Дұрыс айтады. Елші болып мен барайын. Мен өз елім үшін бәріне дайынмын. Одан да патшайым, мен барайын. Ханзаданың амандығы бәрінен де маңызды. Падишам, елші болып бару оңай шаруа емес. Ойланғаныңыз жөн. Патшайым. Жоқ! Патшалардың патшасы деп санайтын Кир алдына мен өзім барамын. Әміршім, елшілікке сіздің барғаныңызды дұрыс деп ойламаймын. Осымен осы мәселе жабылсын. Сақшы! Ертеңге барлық тайпа көсемдерін жинаңдар. Сардана, Рүстем, сендер менімен барасыңдар. Спаргакс, сен елге бас көз бол. Құба, әміршім. Әміршім, түріңіз жайсыз көрінеді. Бәрі дұрыс па? Осымен жөндеп ұйықтай алмай жүргеніме 6 күн, 6 түн уақыт болды. Көзімді ілсем болды, қайдағы біреулер мазалайды да тұрады. Осыншама мені қинайтындай, Тәңірге не жаздым екен? Айтшы, Мардан! Әміршім, сізден асқан патша жоқ. Сіздің әскеріңіз соғысқа міне дайын тұр. Бар болғаны, өзіңіз тұрып басқа да елдерді бағындыру қалды. Иә, дұрыс айтасың. Ұлы даланың жұпары менің тұлпарларымның тұяғын сағынған болар. Мүмкін семсердің шаңғылы мені сергітетін болар. Қалай ойлайсың, Мардан?
Әміршім, осы Хорезмнің тегісінде Сақ деген жері бар екен. Бізге ең жақын орналасқан да сол ел. Томирис патшайымның жері. Сол патшайым бізге өз елшілерін жіберіпті. Кірсін бе, әлде қайтарайын ба? Томирис патшайым деймісің? Томирис патшайым жайында көп естігемін. Кірсін, бәрібір ұйқы жоқ. Патшалардың патшасы ұлы Киралдар сендерді бүгін бастарың дейінде. Бұл Әміршімнің алдында басын дейін. Қалғып отқан патшаны қарады басылмыз. Алдына келіп тұқтырғанның өзақ үлкен мәрт. Мынауың әйел ғой. Менің атым Шұғыла. Тегім Массагер. Сақ патшайымы Томиристің жіберген елшісі боламын. Мардан! Сонымен атым Шұғыла деші. Томирис патшайым қанша етектің көргенді өлшеді. Алайда, өріс жағынан сенмен теңеседі ме екен? Екеуміз бір ананың үстінен емшектес терімейміз. Бәлкім содан болар. Бір-бірімізге қатты ұқсаймыз. Олай болса, патшайымның айта бар. Патшалардың патшасына басын иісін. Жерін салғаға беріп, елін тегме келіп тұрғызсын. Бізде қанымыз асыл, тіліміз таза халқымыз. Ол сіздің ойыңыз. Ал бұған Томирис патшайымын келсе қоймаңыз. Томирис патшайымның ақылмен айласына тәндім. Елшілікке ерді емес, нәзік алып жібергенін қараш. Мен тіпті сенімен айтса алмай отырмын. Өйткені сен бір өте сұлу екенсің. Патшалардың патшасы ұлы. Егер ұрғашының көркі семсер жүзін жасырса, онда сен тым әлсіз болғаның ғой. О не деген? Мені осы күнге шейін ешбір нәрсе қорқыталған емес. Тіпті ажалдың өзі. Алқаны, қорықпайсың ба? Маған ұсқан жарыңды берші. Оны қайтпексің. Біздің елде осындай бір бәс бар. Бұл бәске тек ең мықтылар, жүрек жұтқандар ғана қатысады. Мә, қанжарыңды ал да қолыңды кес. Көрейік, кім бірінші тамырын басып тоқтатады. Ей, қансырап өлсең, бұл ойының бұл бар. Бұл ойын емес, бұл сенің қаның емес. Мен тек сенің арам қаныңды тастадым. Енді құратқанның кезде құлпырып шыға бересің. Ұйқыңда тұрып. Марда! Әміршім, Сенің қасында ақылшы елші болып жүргеніңе біраз уақыт болды. Мен бұл жолы бір саған жауапты іс тапсырмақшы. Сен сақтардың еліне елші болып барасың. Томирис патшайым қайта бар. Ел болғысы келсе менің әйелім болсын. Еліме елі, жеріме жері қосылсын. Әміршім, мені басқа да елдерге елші етіп жіберіп жүрсіз. Бұл жолы да барамын. Томирис патшайымға айтқанын жеткіземін. Тапсырмаңызды бұлжытпай орындаймын. Бір сәлеміңді жеткізбей, күшін санап кел. Бізге жақтасатын адамдар болса, толық сөйлесіп көр. Алтын күмістің мол еті ғой. Ал, бара бер. Әміріңізге құлдық.
елшіні елші жіберді екен. Көрсек, тыңдал, көрелік не айта. Көп болады. Армысың патшайым? Ал, сөйлей бер, елші. Мен Парс елінің патша Кир жіберген елшімін. Әміршім сізге бағынсын деп бұйырады. Әйеліңіз болғаныңызды, жеріңіз жеріне, еліңіз еліне қосылғанын қалайды. Біздің әскеріміз көп және өте жақсы қаруланған. Егер де осы сөзге көнсеңіз, сізді бағалы сыйлықтар күтіп тұр. Мына елшің не дейді? Басын кесу керек. Спаргакис, елшіге тиісуге болмайды. Елші, патшаң айтып, сағайры патшаңның айтқанына көнбейді. Одан да соғысатын жерін айтсын. Көнбесек патшайым, біз соғысты бастаймыз. Соғысатын жеріміз Яксат сырдың жағасы. Кир патша сақтардың түбіне іштеді. Не дейді мұна елші? 3 күннен соң майдан алаңына аттанамыз. Спаргакис, сен барлау әскерінде боласың. Қуамыз. Сақшы! Ертеңге барлық сайпа көсемдерін жинаңдар. Аттар мен сарбаздарды да дайындаңдар. Көп болады. Сен сияқты батырлардың ерліктерін көп естідім. Қайран қалып сүйсіндім. Ерліктерің тамаша екен. Бірақ ер басың мен әйел патша Тамириске қалай бағынып жүрсің? Неге өзің патша болмайсың? Иә, патша тағына отыру арман. Кедергі болып жүрген Тамирис. Ақша жағынан қиналма. Егер бізге көмектессең, біз саған жәрдем береміз. Тамиристі жеңсек, сақтарға сен патша боласың. Олай болса, мен де саған бір сырды ашайын. Тамиристің жалғыз ұлы соңдарынан еріп барлау әскерін бастамақшы. Ал патша Кирдің алдына елші болып барған Шұғыла емес, Тамиристің тап өзі. Мұна құпияң мені таң қалдырды. Патша мұғыр қарай қоймас. Біраз сырдың бетін аштың. Келістік. Әміршім, сақ ханзадасы Тамиристің Спаргакисті тұтқынға алдық. Бізге сапар көмектесті. Ісіміз оңдан болды. Және бір үлкен құпияның сырын ашты. Сіз ғашық болған Шұғыла ешеңіз. Тамирис патшайымның дәл өзі болып шығады. Тамирис патшайымын алдап кетсең деп тұрма! Шақырыңдар, сақ ханзадасын көрейін. Сақтың батыр ханзадасы болса, әскер бас етті ағайындаймын. Менің қолбасшым бол. Мен елді ешқашан сатпаймын. Саған қызмет етейін. Не дейсің? Олай болса, өлтіріп, шешесіне жіберіңдер.
жалғызлығынан айырылған Томирис мұндай қазаға көз жасымен емес, кек қайтару арқылы жауап беруге бел байлады. Томирис қулыққа көшеді, қорқып жаудан қашқандай әрекет жасайды. Кирді әскерді жасырынған тау шатқалына алып келеді. Сол жерде қатты шайқас болып, 200 мың парсы әскерін Кир патшамен бірге жойып жібереді. Тіпті парсылардың жеңілгенін хабарлайтын жаушы да қалдырмай жойып жібереді. Томирис патша сақтарды парсы жаулап алуынан сақтады. Осылайша сақтар тәуелсіздігінен сақтап қалды. Патшалардың патшасы Лукер! Қанға сонша сусап келіп едің. Ал, тойғаның шаш. Кир патша менің жалғыз ұлымды өлтіріп, мені сындырғысы келген екен. Бірақ мен үшін ең бастысы екенін түсінбепті. Сарбаздар Бекзада Спаргапистің Жетісудың кең ортасына апарып, алтынға бөлеп, ұстап қасам. Өлді деп ешкім айтпас! Өлгенімізді ешкім білмес. Сақ бізді тірі деп түсін. Біз осынау сарада әлі қанша оралар. Балаңды құрбандыққа шалдың, байыңды құрбандыққа шалдың, сүйгеніңнің басын алдың, өзің ғана қалдың. Томирис, өзіңе не қалды, айтшы? Сақтың ел қалған жоқ па? Сақтың сары даласы жер қалған жоқ па? Әрине, жақындарымның қазасы жаныма тастай бар. Бірақ ел тәуелсіздігін алдық. Қауіпті жаудың бетін алдық, солай емес пе? Иә, патшам, халқымыздың дер кезінде басын біріктіріп, сақтап қалдыңыз. Қайғыға берілмей, күш-жігеріңізді жинайтыныңыз. Кир патшаның аяқаста таңданасын ғұн ұрпағы тұмарға, күн көзіндей шуақ төккен көктегі Жексуоның еске салып өткенді. Әруағы кең даламда дем беріп, тылсым күшпен жеткізгендей көктемді. Ел бірлігі мықты болса, ешқандай жау ала алмас. Таптаймын деп келген жау табанына ала алмас. Мен әзірше жас баламын, алдымда әлі бар талабым. Аталарға тартып туған ұланмын деп мақтанамын. Ел аялар, сұңқарлым, батарлардың ұрпағымын. Тәуелсіздік тарту ол тәңірдік. Тәуелсіздік маңдайдағы бағым бол. Тәуелсіздік сыбағасы халқымнан. Тәуелсіздік таймай тұғын тағым бол. Тәуелсіздік тәубе екен бүгінде. Тәуелсіздік тәубе сенің барыңа. Тәуелсіздік әр сәбидің үнінде, тәуелсіздік әр қазақтың жанында.